Бұл видеода силиконовый приманкалар жайлы айтатын боламыз. Жалпы ең қарапайымы, монтажбен басқартқыңыз келмесе, мінекей дайын силиконовый приманка. Бұлар қалай, мінекей үстінде бір крючогы бар, астында тройник болады. Бұның кемшілігі, артықшылығы да осы тройнигінде. Кемшілігі дейтінім, бұл астындағы тройник барлық қоқыстарды білетін болады, ал артықшылығы шортан келіп өлген кезде бұл жерде сход азаяды. Яғни шортанды да іледі, қоқысты да іледі. Екінші түрі бұл твистерлар деп аталады. Твистердің құйрығы мінекей жалпақ болады. Бұның кемшілігі шортан өте оңай үзіп тастайды, жұқа жерінен бүйтіп қарасаңыз көрінеді. Артықшылығы бұл жай жылдамдықпен ойнатқан кезде құйрық әдемі ойнайды. Үшінші түрі бұл виброхвосттар. Атайтып тұрғандай, құйрығы балықтың құйрығына ұқсайды, өте әдемі ойнайды. Енді бұлардың да барлығының кемшілігі құйрығының жұқа тұсынан көп үзіледі, шортан шабуыл жасаған кезде. Артықшылығы өте балыққа ұқсас.